Сәлем достар, бүгін біз сіздермен донер дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық керек, кетчуп керек, дәмі өзіңізге ұнайтын болу керек, оның әрине. Қырыққабат керек, дайын лаваш, үйде жасап алсаңыздар да болады. Тұз керек, майонез керек, және 2 қызанақ, 1 қияр керек. Қызанақ пен қиярымызды жуып аламыз. Қырыққабатымызды да қосып, ал тауығымызды сақтап турап аламыз. Сақтап болғанда да мынандай жіңішкелеп, тез пісетіндей, тез маринадталатындай жағдайға жеткізіп аламыз. Мінекей осылай жұқалап, сосын мынандай етіп турасаңыздар, бұл жақсы қалыпты. Осылай турап аламыз. Біз турап болдық. Бұл туралғанның үстіне 1 ас қасық көлемінде кетчуп саламыз. Мен көз мөлшермен саламын. Және 1 шай қасықтан көбірек майонез саламыз. Жарты шай қасықтай тұз. Және барлығын араластырамыз. Мынандай етіп араластырамыз. Қалауыңызша дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Роллтың кез келген. Менде кетчупке жасалғандықтан қосқым да келмей тұр. Ал жалпы рецепт үшін қоса кетуді жөн көрдім. Неке роллтың гарнирге арналған, кез келген тауыққа арналған болсын, барлығы 1 немесе 4-1 шай қасық көлемінде қосуыңызға болады. Осы араласқан күйі кішкене қоя тұрамыз. Ендігі кезекте біз майонез бен кетчуп бізге әлі қажет болады. Ендігі кезекте біз салатымызды турап аламыз. Помидорымызды 3 бөлікке бөлемін мен әдетте, және бұлай кесіп шығамын. Өте жіңішке де емес, аса жуан да емес. Осылай кесіп шығамыз. Қиярымызды да 4 бөлікке бөліп. Қиярдың қазір қабығы өте қатты, сондықтан мен қиярдың қабығын алып тастаймын. Солай дәмдірек, нәзіктеу болады. Әрине тауықты кәдімгі донер жасайтын жерлерде грильге пісіреді, сондықтан егін. Қабатымызды да кішкене жерін 3 бөлікке бөлдім. 1,5-2 см көлемінде етіп тураймын. Аса үгіте берудің қажеті жоқ. Енін 1-3 мм, 2 мм етіп. Орам жапырағы біраз көптеу болғаны жақсы. Қияр мен қызанағынан қарағанда. Орам жапырағымыз осымен жеткілікті сияқты. Қазір қызанағымызды да көреміз. Енді бетіне ақырын тұз сеуіп, араластырып көреміз. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Кішкене қызанақ қоссақ болады, қалған бөлігін. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Қалауыңызша аскөктер, сарымсақ қосуыңызға болады. Консервіленген жүгері, тағы да аспұршақ дегендерді қосуыңызға болады. Салат, яғни өзіңіздің қалауыңыздағы салатты қосасыз. Мен достар, біз мынандай таяқшаларға қадап алдық. Әрбір етімізді ыдысқа салып, мен жан-жағының барлығы бұлғанбас үшін осылай істеп жатырмын. Жай ғана сеткасына салып, солай пісіріп алсаңыздар да болады. Мұндағыдан майы, суы бар, артық кетчуп, майонезі барлығы сыртқа төгілсе, сыртына дейін ағып кетсе, сол жақсы, сәл құрғақтау болып пісе. Сонымен 160-180 градуста қызып тұрған пешімізге гриль, яғни желдетіп пісіру режимін қосып, пешке саламын. 15-20 минутта пісіп қалады. Біраз қызарып, сырты қатая бастаған кезде алатын боламыз. Және мұндағы салатымызды мен мынандай астынан су ағып тұратын ыдысқа ауыстырдым. Себебі қазір бұлжырап, біраз сулы болып тұрмауға. Сонымен піскенше күтеміз. Сонымен достар, біз пешімізді өшіреміз. Мінекей қаншалықты күйген ес, қаншалықты шытырлаған дауыс. Мен көзіңіз ашиды. Дәл осылай тауығымызды пісіріп аламыз. Пешті жауып, нағыз
Тауығымыздың түрін көрсететін уақыт жетті. Мінекей салатымыз. Нағыз тек қана қажетті нәрселер осылар болып қалмақ. Және кетчуп, майонез. Сонымен тауығымызды жақсылап турап аламыз, ұсақтау етіп. Шашлык піскен сияқты иісте шығады. Енді иіс керемет үйдегі. Ұсақтап турап аламыз. Қалай ыңғайға келеді, солай тураймын мен. Ыстық әрине. Осылай барлығын турап шығамыз. Тауығымыз дайын болды. Біз салатымыздың суын төгіп, ыдысын ауыстырамыз. Мінекей бүтеу ыдысқа салдық. Және бұған дейінгі турап алған тауығымызды араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізге қажетті нәрселер. Мен дағы жерде бір құрғатып жіберейін. Салаттың суын. Лаваштарымызды жаямыз. Оның бетіне қажетті мөлшерде кетчубымызды себеміз. Және мұның үстіне майонез жағамыз. Қаймақпен алмастыруларыңызға болады, немесе йогуртпен. Қасықтың көмегімен немесе кисточка дейміз, өздеріңізге қалай ыңғайлы, сонымен жағып шығасыздар. Ораудың екі түрлі тәсілімен бөлісеміз. Пешімізді тағы да қыздырып қоямыз. 160-180 градуста. Ал екіншісіне кішкене жайыңқырап саламыз. Мұндағы аса шашылмайды, сол үшін ыңғайлы. Тағы бір донерге жететін салатымыз ауысты. Бізде лаваш бар, және болған соң жасай саламыз. Ендігі кезекте жабамыз. Осылай ораймыз. Келесінде. Мәзір. Орау жағын өзіңіздің көңіліңізге қалай жағады, солай орай берсеңіз болады. Жуан болып кетті өте. Салатымызды көп қостық. Мінекей, орап болдық. Қызып тұрған пешімізге дайын болған лаваштарымызды салып, кішкене пісіріп аламыз. Мінекей. 1, 2, 3, 5 минут ең көп болғанда қоямыз. Сонымен достар, мінекей біздің донеріміз дайын. Мұнда тағы екеуі дайын болып жатыр. Мінекей осындай қатты, түтін жақсы болып шықты. Мінекей біреуі үлкен. Орауды алғашқысындай орағандарыңыз жөн. Осындай сүйкімді болып шығады. Ал екінші орағандарыңыз жегенде өте жақсы болғанымен ұстауға ыңғайсыздау болып шығып тұр. Мінекей достар, донеріміз дайын осындай. Астарыңыз дәмді болсын достар.